біздің қоғамға мына азаматтар келіп жатыр, сондай жағдайлары нашар, балалары сондай мүгедек, ол кісілерге мысалы мына мүгедек балаларына қарағанда пенсия төленбейді дейді. Сондай да көп енді жағдайлар. Оларды біз сіздерге бұлай информация беріп бірлесіп қарастыруға біз дайынбыз. Қандай жағдайда біз мысалы заңмен қорғалады ғой жалпы мүгедектер. Егер мысалы заңмен бекітілген, белгіленген бір кейбір дүниелерді ала алмай жатса, сол жағынан кейбір біздің чиновниктеріміз тарапынан дұрыс жұмыс болмай жатса, оны біз қарастыруға әзірміз. Жалпы ол басқа жағынан, кез келген жағынан біз мүгедектермен тұрмыста, мен азаматтармен жұмыста әріптестікке әзірміз. Сіздермен қандай да бір сала болмасын. Мынандай, например, если баланың кішкене ақыл есі төмендеу болса, сондай балаларды интернаттарға орналастыруға көмек бола ма сіздердің тараптарыңызда? Бар интернат үйі деген бар, дом-интернат для умственно отсталых детей. Оған бізге орналастыруға тікелей осы басқарма арқылы оны орналастырасыздар. Оған белгілі бір өзінің тәртібі бар, құжаттары бар, оны дайындап ары қарай біз жұмыс жасаймыз. Сонымен қазір бұл осы мүгедек балаларға мемлекет көп қамқорлық көрсетіп жатыр. Биылдан бастап бір жаңа пилотный проект дейді, Астана мен Алматы қаласында ғана ашылды. Сол жұмыс істеп жатыр. Ақыл есі кем балалар, осы инвалиднесі бар, мүгедектігі бар балаларды реабилитация, жаңағы оңтайландыру дейме, реабилитация. Сондай орталықтар ашылған. 4 оған тендермен ұтып алып, 4 үкіметтік емес ұйым қазір сондай балалармен жұмыс жасап жатыр. Бұл енді өте бір керемет дүние болды. Ата-аналардың да жаңағы басқа да эксперттер бәрі оны дұрыс баға беріп, дұрыс проект болып деп жатыр қазір. Қаржы да көп бөлініп жатыр. Салаға келесі жылдары бұдан да көп қаржы бөлінеді. Ол жерге только осы Алматы мен Астананың тұрғындарының балалары ғана бара ала ма, жоқ Алматы облысының? Жоқ, біз қазір тек Алматы қаласын ғана. Прописка бар ғана. Пилотный проект Алматыға арналғаннан кейін тек ғана қалалық тіркеумен алып жатырмыз. Енді болашақта ол кішкене үлкейетін шығар, ол программа уже? Үлкейеді. Бізге байланысты. Оның жұмысын қараймын етем десеңіздер, біз сіздерге оны көрсетуге дайынбыз.